Біз негізгі осы дебатқа келгендегі міндетіміз қазақ тілі өз дәрежесінде ме деген пікірге біз өзіміздің керісінше қазақ тілі өз дәрежесіне әлі жеткен жоқ деген ұстаныммен оппозициялық тараптан жалынды жастар деген топ құрып келіп тұрмыз. Енді біздің негізгі айтып жатыр үкімет тарапынан да қазақ тілі өз деңгейінде. Мысалы Димаш Құдайбергенді мысалға келтірді. Конституцияға кезекті берейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, дебат қауіп қош келдіңіздер. Біз жалынды жастар тобының екінші спикері Жәнібек Қулам. Жаңағы үкімет тобының айтқан мәліметтеріне өзімде бір қарсы пікірімді білдіргім келіп отыр. Жаңағы Жәния ханым өзінің ең басты бірінші аргументін жаңағындай заңнамамен бастаған болатын, яғни біздер заңнаманы бекіттік. Дегенмен де көптеген торговый центр дейміз ғой, сол жерлерде де қарасаңыздар көбісі бірінші орысша тұрады, екінші себептен астында қазақшасы тұрады. Неліктен ол? Жалпы айтып жатыр. Мында айтып кететін болсам, жалпы әдетсіз 6.000-нан астам тіл бар. Бірақ біздің мұнайлы ауданымызды алып қарасақ та, сіздер бұрынғыдай орыс мектептерінен көрі қазақ мектептерін көп көресіңдер, иә? Яғни 16-17 мектеп бар ма мұнайлыда? Оның тек қана бір мектебінде, оның ішінде 30% ғана орыс сыныпта оқитын оқушылар. Яғни осыған қарай отыра, біз тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің тілімізді сақтап қалдық деп не істейміз? Айта аламыз, себебі барлық оқушылардың санының 30% немесе 20% ғана өзге тілді неде сыныпта оқиды. Бұл біздің бірінші аргумент.